YouTube'қа іздену арқылы келдім. Негізі YouTube каналды бастамас бұрын мен көптеген курстарды оқығанмын. Таргетолог болып жұмыс жасадым, өзімнің мастер-класстарымды саттым. Жаңағы түрлі мастер-класстар болатын, самсалар, салаттар бойынша. Содан кейін YouTube'тан көп рецепттер көретін болдым. Енді рецепттер көрген кезде барлық адамдар сияқты мен де YouTube'тан табыс табуға болатынын білген жоқпын. Бір күні біле бастадым, яғни YouTube'тан табыс табуға болады екен, YouTube'қа видео жүктеуге болады екен деп, сонымен мен де өзімнің алғашқы видеоларымды YouTube'қа салдым. 2 видеомды салдым, яғни рецепт болатын, бірақ ол рецепттер мүлдем қаралым жинаған жоқ. Қателеспесем, біріншісі 5 қаралым, екіншісі бір 20 қаралым жинады. Ол қаралым барлығы сол туыстарым, жақын адамдарым болатын. Яғни мен видеоларым қараған. Содан менде мотивация өшті. YouTube'да ешқандай табыс та жоқ екен, не оқырман тіркелмейді, не қаралым болмайды деп YouTube канал тастап кеттім. Содан 5 айдан кейін қайтадан YouTube'ды қолға алдым. Сол қолға алғаннан бастап 2 жыл уақыт өтіпті. Осы уақытқа дейін YouTube каналымды тұрақты жүргізіп жүрмін. Сонымен қатар тағы да қосымша 3 каналды жүргізетін болдым. Қазіргі уақытта 2 жылдың ішінде тәжірибелі эксперт болдым. Сонымен қатар 4 YouTube каналды қазіргі уақытта жүргізіп жатырмын. Негізі YouTube'ды бастайтын адамдарға айтатыным, оқырман қаралым бірден болмайды. Тұрақты еңбек қажет, зерттеу керек, іздену керек. Сол кезде ғана YouTube каналдарыңыз жақсы көтеріледі және табыс табатын боласыздар.